Қалайсыздар ағайындар, қалдарыңызға, қалай денсаулықтарыңыз? Алматыда қар жауды, кеше кішігірім жаңбыр жауып еді, бүгін қар жауды. Жұмысқа жетем дегенше 3-4 жерден авария көрдім мен. Бір-бірімен соғысып жатыр. Азия дауысы басталды. Ерегісу, машина соғысу деген енді. Бүгін ертең енді, бүгін кешке жақын вообще болайын деп тұр енді, не болса да. Соған не айтқым келген не? Акимат, жұмыс істеу керек. Кішкентай көшелерді ең бірінші тазалап шыққан дұрыс ау. Үлкен көшелерде итақты машиналар жүреді, ол жағы ериді. Кішкентай көшелердің бәрінде бачит болып отыр, авария болып отыр. Біреулер бұлар жерге шығып кеткен уже. Қарап жатырмын. Жұмысқа барамын дедім, 3-4 авария көрдім мен. Сондықтан негізі вообще әкім деген орынға Алматы қаласының жігіті отыру керек деп ойлаймын мен. Осы жерде туып өскен, осы жерде бәрі семья, бала шағасы бар, осы жерде көретін, білген жігіт. Мысалы Астанаға да тура сондай. Сол жерде туып өскен жігіт отыру керек деп ойлаймын. Ал мысалы мен өзімді айтайын, барып Астанаға барсам, мен Астана жайлы дым білмеймін деген сияқты әңгіме ғой. Сондықтан әкім де сондай болу керек деп ойлаймын мен. Қалай ойлайсыздар білмеймін. Мынандай кішкентай қарға осындай әңгіме болып отыр, ертең басық болатын болса онда білмеймін онда. Авариясы, бірақ енді халықты ойлайсыздар ма, ойламайсыздар ма? Мысалы мен ойлайтын адам болғаннан айтып жатқан ойым ғой. Қалай ойлайсыздар ағайындар?